Бүгін медовый торт жасайтын боламыз. Бізге керек заттар осылар. Қанша мөлшерде қосамыз, бәрін айтатын боламын. Ең бірінші әселді ертіп аламыз. Әселді полный салып, үстіне қант салып, осылай ертіп аламыз. Өзімізге қажет түс болғанға дейін қайнатамыз. Содан кейін осындай түс болған кезде суып тұрсын деп шетке алып қоямыз. Кремін дайындаймыз. Бір кесе сүт, бір кесе толмайтын қант салып, ұн салып, осылай ұнын кетіріп, іріктіктерін кетіріп, қайнатамыз газге қойып. Тоқтамай қайнату керек, әйтпесе асты жабысып қалады. Содан кейін тестаға жұмыртқа саламыз. Кішкене суды ғой жаңа. Одан кейін ұн салып араластырамыз. Тестасы бізде осылай дайын болады. Где-то 9-10 қасықтай салдым. Осындай форма сызып алдым, қағаз. Сол сызықтың бойымен енді қамырын осылай формасымен пісіре беретін боламыз. Менде 7 штук шықты. Сонымен 6-7 шығуы мүмкін. Ал енді жаңағы кремімізге міндетті түрде суыған кезде салу керек. Жаңағы сары майды креммен осындай үгітетін дайындап аламыз. Кремдерін жағамыз. Осылай төңкеріп салған кезде кремі жақсы сіңеді деймін да, сөйтіп төңкеріп саламын мен. Осылай бір коржигіммен бетіне майдалауға кетірдім. 6 қабатты болып шықты тортым. Баршаңызға ас болсын.